Барлықтарыңа сәлем. Бүгін сіздерге ерекше дәмді, жұмсақ пирог жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды көрместен бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен пирогымызды жасамастан бұрын заварный кремімізді жасап алатын боламыз. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқа мен қантымызды салып араластыра аламыз. Крахмалымызды салып, сүтімізді құйып, араластырып, жай отқа қоймалжың болғанша қайнатамыз. Орташа отта біз кремімізді кем дегенде 4 минуттай ұстайтын боламыз. Содан кейін газден алып, ыдысымызға құйып, суытуға қойып қоямыз. Біздің креміміз суығанша пирогымызды жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, қантымызды салып, миксерлеп, көпіргенше араластыратын боламыз. Біздің масымыз көпірді, енді шым-шым тұз салып, үстіне сүтімізді құйып, өсімдік майымызды құйып, ұнымызды салып, қопсытқышымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен не болмаса шанышқының көмегімен араластырып шығамыз. Енді формаға құямыз. Менің формам 24 диаметр. Масамызды құйғаннан кейін жан-жағына жайып, әдемілеп шығатын боламыз. Енді менде алма болды, соны үккіштен өткізіп, сұйық массаның үстіне жайып шықтым. Алманың орнына басқа да шоколад, арих деген сияқтыларды салуға болады. Начинкасын салып болғаннан кейін осылай заварный креммен үстін торлап шығатын боламыз. Пирогымызды 180 градуста 40 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.